Ассалаумағалейкум, қалайсыздар Жылой халқы, микрорайон Атырау тұрғындары, аудан әкімі, қала әкімі. Мынау Дүйсеке атаға келіп тұрып, судың деңгейін көріпсіздер ғой. Су дейтін түр жаман жүріп жатыр, түр жаман. Көріпсіздер ғой судың деңгейін. Мынау судың деңгейі жүріп жатқан. Мынау біздерге қарай жүріп жатқан су, мынау дейтін жемнен Дүйсеке атадан өтіп, мынау қалай солай микрорайон Атырауға барады, мынау қалаға барады, обязательно қалай солай барады. Біздер жаңа жемнің бойын қарап келдік, дежурство шығарады, дежурство бар деді, ешқандай дежурство көрген жоқпыз. Дүйсеке атаның қасына келіп тұрық, осысына. Мынау судың жүріп жатқан деңгейі. Дауысын көріпсіздер ғой. Мынау ғой енді судың деңгейін көріпсіздер ғой. Түр жаман. Ал қара аралас су. Йо-майо, микрорайон Атырауға. Айттым, көршілер, сіздерге шығайық деп. Мына судың көріпсіздер ғой деңгейін. Жылдамдығын көріпсіздер ма? Мықты. Ал таңертең ерте тұру керек ал. Бүгін түні ұйқы жоқ шығар енді. Бүгін 24 наурыз 2024 жыл Жем өзені. Адан бері кептеліп тұрып, жылжып бастады. Жақсы жүріп